Бензема, Карим Мустафа Бензема, француз футболшысының есімі. Ойын кезінде балағат сөзді алмастырған жаңа тренд. Қазақ арасында ең көп тараған әке мен шешеден басталатын боғауызды айтатындар енді осылай эмоциясын білдіреді. Бүгін біз айыппұлды көтеріп, елді байқап сөйлеуге үндегендер туралы айтамыз. Қайырлы күн, Атамекен бизнес арнасының жаңалықтары Ғызекенов, алдымен күннің басты жаңалықтарымен таныстырып өтейін. Міндет инфляцияны кемі 2%-ға төмендету. Премьер-министр өткен жылды қорытындылап биылғы жоспарын жариялады. Әлихан Смайыловтың айтуынша инфляцияға ең алдымен азық-түлік бағасының өсуі себеп. Салалық министрліктер мен әкімдіктер былтыр бұл мәселе бойынша қажетті іс-шараларда жеткілікті қабылдай алмады. Биыл инфляция 9,5% шегінде болуы керек деді Смайылов. Қарағандыда 3 адам қаза тапқан өртке қатысты қылмыстық іс қозғалды. Полицейлер 16 қабатты үйде болған ауыр зардаптарға келген бөтеннің мүлкін жою немесе бүлдіру дерегімен іс тіркеді. Бұл баптың санкциясында 2000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл немесе 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Банкрот болғысы келетіндер өтініші 3 наурыздан қабылданады. Қаржы министрі заң күшіне енгеннен кейін азаматтардың да жауапкершілігі артатынын жеткізді. Әркім банкрот деп мойындау қарыздарды төлемей кету емес, тек шарасыз жағдайдағы көмек екенін білуі керек деді Еролан Жамаубаев. Құрметті көрермен, енді басты тақырыпқа ойыссақ, қоғамдық орындарда бейпіл сөйлегендер 69 мың теңге көлемінде айыппұл арқалайды. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексте ұсақ бұзақылық үшін айыппұл мөлшері артты, тіпті ереже бұзған азаматты 30 тәулікке дейін қамау ұсынылды. Бұған дейін жеңіл жазамен құтылып келген бұзақылар енді тұрғын үй, аялдамалар мен саябақтарды да әдейі бүлдірсе 172 мың теңге айыппұл төлейді. Әлеуметтік желілерде аузына келгенін айтатындар жазалана ма? Бұл сауалдың жауабы келесі бейне материалда. Біреулер әлеуметтік желі келгелі бұл заң қажет десе, кейбірі қағытпа әзілдермен кекетіп әлек. Дегенмен желіде есіргендер мен еліргендердің аузына келген сөздерін естуге құлақ, ерсі қылықтарын көруге көз үйренгенде. Күні кеше Талдықорғанда құрбысын төмпештеп жатқан 3 қыздың видеосы желіде қызу талқыланып жатыр. Онымен қоймай Инстаграм желісіне әлгі қыз аузына келгенін тағы көкіді және полиция қызметкерлерінде танысы барын айтқан. Басымда ауыртып маған жазып, қарғыстамай әлеуметтік желілерде балағат сөздермен бейне өңдеу жариялаған үшін кәмелетке толмаған қыз Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 434 бабы бойынша қазіргі кезде жапқа тартылуда. Оның ата-анасы әкімшілік заңнамаға сәйкес кәмелетке толмаған баланы тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін орындамау үшін жазаланып отыр. Ең сорақысы, қызықта қызымнан көремін деген әкесі жұрт алдында басын түсіріп кейіп отыр. Инстаграмға неге таратқан видеолар және Қазақстан еліне айтқан балағат сөздер үшін кешірім сұраймын. Бұл бірінші жағдай емес. Мәселен, Мұрат Әбділда атты танымал блогер әнші TikTok желісінде ішімдік ішіп боғауыз сөздері үшін 5 жылға сотталды. Халық мені, көрермендер мені кінәлайды. Калькулятормен отырасың ба? Калькулятормен отырасың. Сауаты жұмысы жоқ азаматтардың ісі дерсіз, бірақ білдей прокуратураның парламенттегі өкілі журналистерді итке теңеп, жұртты бір дүрліктірген еді. Осыған дейін қоғамдық орындарда боғауыз айтқандарға заң құрығы қысқа еді. Биылдан бастап өзгеріс енетін әкімшілік кодекске боғауыз сөз сөйлегендерге 69 мың теңге айыппұл төлеп, тіпті 30 тәулікке қамалады. Ал ортақ мүлікті бұзғандар 172 мың теңге айыппұл төлейді. Айта кетейік, биылдан бастап ең төменгі күнкөріс мөлшері мен айлық есептік көрсеткіш көлемі өсті. Бұл сома 3450 теңге болып бекітілді. Өзгерістер наурызда күшіне енеді. Оскорбительное приставание. Жеке азаматтарды балағаттау, тұрғын үйлерді, қоғамдық орындарды бүлдіру сынды істерге заң қатаңдады. Қоғамдық тыныштықты бұзғандар да оның ішіне кіреді. Қазір ереже бұзғандар 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді, немесе 15 тәулік жазасын өтейтін. Жаңа өзгерістерге сай енді мұндай бұзақылық жасағандар 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеп 30 тәулікке дейін қамалады. Боғауыз сөз үшін жаза беруді Тәукеған тұсында қолданған тәсіл деседі. 7 жарғының 5 бөлігінде баланы немесе ата-анасын боқтаған адамдарды қара сиырға немесе есекке теріс отырғызып болген. Уатқан Біләл, Атамекен бизнес.
Құрметті көрермен, біз дәл осы тақырыпты телеграмдағы арнамызда да арнайы сауалнама жариялап қозғадық. Жалпы бейәдеп сөз айтқан үшін 69 мың теңге айыппұл төлеу нені өзгертеді деген сауал жарияланды. Жауап нұсқаларымен таныстыра кетейін, және сіздер жауап беріп, я болмаса пікірлеріңізді қалдыра аласыздар. Сонымен қатар студиямызға келіп жеткен спикерлерге қоятын сауалдарыңыз болса да жаза отырыңыздар, біз оған міндетті түрде жауап алуға тырысамыз. Бұл жауап нұсқасын респонденттердің 15% таңдаған. Ештеңе өзгермейді, дәлелдеу де оңай емес дегендер 35%, ең басым бөлігі, яғни 46% аңдап сөйлеп артық кетпейтін боламыз деген жауап нұсқасын таңдаған екен. Құрметті көрермен, барынша белсенді болуға тырысыңыздар. Біз міндетті түрде сіздердің қойған сауалдарыңыздың жауабын алуға тырысамыз. Олай болса, студияға келіп жеткен спикерлермен таныстырып өтейін. Серік Беркамалов, Астана қаласының заңгерлер одағының төрағасы, және белгілі журналист Гүлбану Айбенова. Қош келдіңіздер. Енді бірнеше күн болды. Осы өзгеріс, жаңа ғана біз сюжетті көрсеттік. Енді қоғамдық орында сонда бұны кімдер бақылайды, оның механизмі? Бұл бұрыннан болған дүние, бұл бап ежелден бері болды. Бірақ бір жағынан бұл тек қана жауапкершіліктің ұлғаюы бір жағынан ғана. Ал бір мәселе осымен бір шешіліп кетеді деп мен де ойламаймын. Өйткені бір жағынан біз заңда көп нәтижеге келмейміз. Бұл ең сондай оңай бір әдіс. Осын бәріміз шешіп кетеміз, енді ешкімді осылай ұсақ бұзақылық жасамайды деп ойлауға дұрыс емес. Дегенмен де күні бұрын бұл талқыланды ғой, кәсіби ортада, сарапшылардың арасында дегендей. Сонда қалай осылай жібере салды? Қоғамдық орындарда ғана бар болғаны айыппұлдың көлемі ғана өсті, басқа ештеңе өзгерген жоқ, әншейін? Осындай қызу талқылау болды деп мен де айта алмаймын. Өйткені осы талқылауға бұл тек қана ішкі істер министрлігінің бастамасымен өткен өзгерістер. Заңгерлер ортасынан осындай бір қызу талқылау немесе кеңесін алып, осындай бір жақсы талқылау болды деп айта алмаймын. Жақсы, түсінікті. Гүлбану ханым, қалай ойлайсыз, шешімдер жарияланады, жаңағыдай халықтың назарын басқа дүниеге бұру мақсатында? Бұл осындай бір әрекет емес пе, қалай? Мүмкін осындай да әрекет шығар. Шында да халықтың арасында бұндай құрыл талқыланған жоқ. Алдын ала шында да халық өздері шешсе, әрине әр адам, әр азамат, әр ата-ана қарсы болады. Осындай күшкімен осында бірінші наурыздан осында болады, 69 мыңды бүкіл жерде айтып, бірақ ешкім оны жаңағы заңдар бізге мен бұрындан бері бұндай бап бар деп. Тек қана өзгергені бұрын 5 айлық есептік көрсеткіш болса, қазір 20-ға көбейді. Енді айлық есептік көрсеткіш жыл сайын өзгеріп отырады, тиісінше 69 мыңға өсті. Сонда бұл жай ғана халықты қанау ма, қалай ойлайсыз? Мүмкін солай шығар, өйткені мәселе сол жаңа 69 мыңда болып тұр ғой, ешкім өйткені қарсы емес. Әрине бәрі жауап беру керек, біреуге жаман сөз айтсаң, әрине бұндай бұл. Өзіміз көріп жатырмыз, жастар да, балалар да сондай телевидение, тиктоктан, кейде керек болса телеканалдан да, кейбір веб-сериалдан да боқтау сөзді оп-оңай жұттар айтып отыр да, ешкім ештеңе болмаған сияқты. Әрине бұндай жатқа тиым салу керек. Бірақ енді 69 мың теңге неге оның қатайды, сол мәселені... Және механизмі қалай, қалай ол жүзеге асады? Және де мысалы бір зданияны, егер тиіссең, мен қайдан білем, қандай да мүмкін лифті сындырған үшін бә, маған бұрындан бері жаңағы ондай бап бар да, хулиганство. Әлде мен акиматтың бір нәрсесіне зарар келдірдім бә, біләй соны түсінбейсің. Өйткені түсіндіру керек, халыққа түсінбеген соны көп сұрақтар, қазір қоғамда көп сұрақтар уже пайдала болды. Проблема біз заңды оқимыз, оқысақ түсінбейміз, түсінсек орындамаймыз. Басты проблема заңның орындалуы. Оның қатандығы емес, айыппұл 5 айлық есек болсын, 20 болсын, 30 болсын, оның айырмашылығы кісілер үшін сондай маңызды емес. Тағы да бір қызық тұсы, халықтың үніне құлақ асатын біздің билік, осы орайда халықтың пікірін ескерген жоқ, біріншіден. Екіншіден, тағы да бір мәселе,
енді бұндай өзгерістер белгілі бір зерттеулерге сүйеніп жасалу керек, бір қорытынды болу керек, нәтиже болу керек. Ондай да ештеңе көріп отырған жоқпыз. Мысалы, бұрын 5 айлық есептік көрсеткіш болғанда, сонда біздің бюджетіміздің жыртығын қанша теңгеге жамалды екен, қанша ақша түсті екен, бұл да беймәлім. Ойлап тапқан бір амал сияқты. Саяси мүмкін сонда амал шығар, бірақ мәселе сонда 70 000 теңге дегенде. Сондықтан студенттерге стипендиясы бұндай жоқ, мысалы, өзінің жастарды алсақ та. Сондықтан бұл, менің ойымша, бұл өте көп айыппұл. Қазіргі жағдайда, әлеуметтік жағдай, және де біздің жағдайымыз соншама жақсайып жатқан жоқ. Неге адамдар жаман сөз сөйлейді, боқ сөз өйткені стресс болады, әлеуметтік эмоция сонда бір-біріне сондай мүмкін. Сондықтан одан сайын оларға неге жағдайға адам агрессив жағдайға келтіретін сияқты. Және де 69 000, неге 69 000, неге 79 емес, неге 7 000 емес, обоснование жоқ та, және де түсінбейтін, или 15 күн, или 30 күн неде қамайды. Қамағанда, значит, жаңа біздің салық төлейтін, біздің арқамызда оны біз тамақтандыруымыз керек, 30 күн. Тағы да ол ақша бюджет қайдан шығады. Сондықтан түсініксіз, не біздің арқамызда, халықтың арқасында жаңа қазына тоя ма, 69-дан бәрін алып, екіміздің бірі бәрі жаман сөз айтып қалады, кейде адамды қызырсан қазіргі осы жағдайда да. Жетісіп жүрген ешкім жоқ әрине. Иә, біздің арқамызда солай байып кете ма қазына, түсініксіз оны қандай бір логика болмай тұр, иә. Және болмағанын тағы бір нәрсені айтып кетейін. Бізде осы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде 70-ші прим 2 деген бап бар, ұрып соғу. Ұрып соғу үшін сіз 10 айлық есептік айыппұл төлейсіз, немесе 10 тәулікке қамаққа алынасыз. Осы екі салыстырсаңыз, осы екі бапты балағат сөз айтқан көргенше, сіз ұрып соққаныңыз сізге жеңіл болады. Иә. Солай болып тұр. Сонда соққы жеп жүре берейік дейсіз. Ауыздан сөз шығармай барып бір салайын да мына күрес талап сөйлеуде ештеңе болмайды деген сияқты. Гүлбану ханым, сіз енді әлеуметтік желілерді жиі отырасыз ғой. Қазір мына хайп үшін мысалы миллиондап ақша табатын блогерлерге 70 000 теңгені беріп қойып, әбден жаңағы өзінің белгілі бір аудиториясын назарын аудару мақсатында да жасауға, қолдануға мүмкіндік бар ғой, былай қарағанда, иә, мысалы 70 000 теңге төлеуде аузыңа неге келгенін айта бер. Иә, мүмкін солай шығар, қазір енді олар үшін 70 000 теңге 7 теңге сияқты мүмкін келулерге. Олар өтен шанда аудитория жинау үшін істейді шығар. Онда енді дұрыс емес, қазір жұрттар уже күліп жатыр ғой, бірінші наурызға шын давай боқтап алайықшы деген сияқты от души. Сондықтан бір жағынан қарасаң, енді бұндай боқтау сөз бұннан бар, тек қана біздің халықта емес, тек қана біздің қауымда емес, бүкіл елде де өте жаман қалыптасқан. Бұрыннан келатқаныңызда, сонда жаңа сізді көрсеттіңіз ғой, бұрында қандай айып салған. Әрине бұл дұрыс емес. 17 ғасырда Тәуке ханның заманында 9 ірі қара мал, ол біздің қазіргі есеппен шақсақ, мысалы бір бас малды 200-300 000 теңге деп есептейтін болсақ, бұл әжептәуір ақша, оның қасында 70 000 теңге дегене. Иә, сондықтан енді әрине бұндай не болу керек, бап болу керек, өйткені адамда жауапкершілік болу керек. Жаңа әлеуметтік жердегіңізде, мысалы, бізде отырған Фейсбукта, Инстаграмда, ол да әлеуметтік жерде публичный место деп саналады ғой. Сондықтан ол жерде адамдар қаншама фейк жабылып тұрып, неше түрлі боқ сөздер жазады. Мысалы, күндігінде мен өзім, күндігінде оны көріп жатыр, маған да жазады, мен аңғармайсың, өйткені ол фейковый аккаунт. Сол фейковый аккаунтта полиция таба ма, іздема, киберследствие бола ма, кім жауап береді? Олар, мысалы, фейкпен жамылып, өздерінің фактшілік аккаунт, неше түрлі боқ сөздерді жазады бәріне, белгілі адамдарға, мысалы, менің атым бар, фамилиям бар, мен өзім атын отырам, басқалар. Сода оларға ешкім ештеңе жаза білмейді, мен біреуге иші деп қалсам, мен сразу 70 000 төлеуім керек па. Сондықтан тағы түсініксіз, соларға қандай шара қолданатын, мысалы. Әлеуметтік желіге бұл заң жатпайды. Жатпай ма? Жатпайды. Жатпайды енді әлеуметтік желіні егер. Бұл тек қана қоғамдық жерлерде. Жоқ, енді қызы ғой, егер әлеуметтік желіні бұғаттаса, тағы да, мысалы... Ол басқа бап бар, қылмыстық кодексінде. Ол қылмыстық кодексі басқа қорлау деген бап бар, оған қылмыстық өзінің жауапкершілігі бар. Егерде әлеуметтік желіні бұғаттау, оны бақылауға алу мәселесі көтерілсе, біздегі үкіметтік емес ұйымдары да шулайды, сөз бостандығына шектеу жасап жатыр. Енді өзіңіз журналистсіз, бұның қаншалықты маңызды екенін өте жақсы білесіз. Қазіргі кезде халықтың іштегі эмоциясын көрсететін негізгі алаңы ол әлеуметтік желі, солай емес пе? Сонда былай қарасаңыз,
егер де бұл іспен полиция айналысатын болса, сонда біз Ирандағы сияқты күй кешпейміз ба? Иранда мысалы Аруждан полициясы мына жаңағы орамалын дұрыс тақпады деп бір қызды өліміне де алып келді емес пе? Мысалы, енді нақты фактпен сөйлейтін болсақ, сондай да жағдайлар болды. Енді Құдай сақтасын, ондайға бармай шығамыз деп ойлаймын, біздің қауым ондайдан енді не ғой. Бірақ қараңыздар, жаңа жылда өздеріңіз көрдіңдер, жаңа жылда елканың қасында, шыршаның қасында туалет болмағандықтан бір әйел сол жерде отырыпты дейміз да. Ол неге үйтті? Өйткені ендеше бұл кабинка қойында да сол жерден Япония сияқты бастықтың несін ұры барды ғой, бокс сияқты. Сол сияқты давай болғыз эмоция шығаратын сыртқа шығып сондай бір нәрсе істеу керек па? Өте қызық жағдай болып тұр, шынымен күлкілі, мемді неше түрлі көбейіп жатыр ол бойынша. Өйткені неге олай? Бір жағынан қарасаңыз дұрыс, сондай сөзді жаза не істеу керек, жауапкершілік тарту керек. Екіншіден жаңағы ойламастырмаған, жаңағы халыққа түсіндірмеген қалай бұл механизм болады екен, сол мәселе болып тұр. Тағы да бір мәселе бар. Қазір елдің арасында жалпы халықтың үніне құлақ асатын билік бейәдеп сөз естіп шаршаған соң осындай өзгеріс енгізуге мәжбүр болды дегенде қағытпа әзіл айтылады, яғни бұл белгілі бір дәрежеде осындай бейәдеп сөздердің бір ағылшынша айтқанда hate speech дейміз ғой, соны азайтудың амалы емес пе? Ол да мүмкін. Өйткені көрдіңіз бе, былтырғы қаңтарда қаншама біздің здания, акиматтар, мысалы Алматының акиматы. Қазір сол жерде жаңа бапты жаңғырайтатын шығар, жазылып тұр ғой, зданияға бір не берсе деп жаңағы шығым бірінші. Сол қаңтар оқиғасынан кейін қабылданған шешімдердің бір сияқты. Мен білмеймін, мен тек қана предположение тоже сияқты ойлаймын да, бірақ шынында да ештеңе бізде бұрында заң болды, президент елбасы туралы ештеңе айтуға болмайды. Қазір мысалы осы президентке де ештеңе айтуға болмай ма, тек президент бүкіл министрлікке, мемлекет органдарға ештеңе айтуға болмай. Біраз айтсаң болды, сразу саған не істейді, шара қолданады. Енді сіз көптеген сот процестерін бастан өткерген азаматсыз, бірнеше соттарда болыңыз. Осындай жағдайда жалпы журналистік тәжірибеңізбен бөлісіп айта кетсеңіз, онда да түрлі жаңағыдай балағат сөздер, бейәдеп сөздер қатысты. Мен өзім енді бәлембай жылы 30 жылдан астам газет істегеннен кейін печатный слово деген не екенін білемін да, печатный, не печатный слово деген. Сондықтан әрине өзім жазғанда ешқандай ондай сөз қолданбаймын. Бірақ әрине менде юмор бар, сарказм бар. Бұл да журналистика жанр. Оны халық түсінбей, мені оскорбить етті деп сотқа жүгіреді. Бәрі сол сотқа жүгіргендердің бәрі жиылып қалды да, маған олар компенсация төлеп жатыр. Төлегісі келмей қашып жүргендер бар. Қаншама жыл мен 1 миллион 250 мың теңге ала алмай жүрмін, олар 2 жыл болды. Сондықтан енді сотқа бір нәрсе болса сотқа берді дейік мысалы. Сол кезде сотта экспертиза бар. Сол экспертиза айтады, бұл оскорбительный сөз ба, әлде литературный сөз ба жаңа. Бұл жерде көп жағдайда филологтар этимологиялық түрлі зерттеулер жасап, сөздің түп төркіні, эмоционалды жаңағы бағыты соның барлығын жасайды. Лингвистическая, филологическая, судебная деген неше түрлі экспертиза бар. Мен осы жағдайды көргенде, мен өзім көрдім, сондай специалисттер бізде мамандар өте аз. Және де кейбірде мен өзім жаңағы министрмен сот болған кезде мен экспертиза жасаған қазақ тілінде филология бітірген, мүмкін ол жақсы қазақ тілін білетін маман, бірақ мен жазған мақалаларым бәрі орысша ғой. Ол мен орысша жазғанымда экспертиза жазады. Және де сөйлеп сұрақ қойған кезде адвокат сөздерді түсінбей орысша, жауапты бере алмайды орысша. Білесіз бе? Ол өйткені ол орыс тілінде білмейді. Қазақ тілін жақсы маман болса да. Айыппұлдың өзінде ала алмай әбігерге түсуіміз мүмкін деген бір мәселенің шеті шығып тұр ғой сонда, бізде оған жақсы сараптама жасай алатын, демек мамандардың өзі жоқ, мамандар болса да өте аз. Әрине қазір университеттер ондай мамандар дайындау керек деп ойлаймын. Өйткені қазір екінің бірі сотқа жүгіретін болды ғой, бұрындағындай емес. Өзіңіз білесіз, заңгер айтасыз шығар, совет үкіметінде қаншама сотқа барды. Қазір бір сөз айтсам болды, бәрі сотқа жүгіреді. Ақшасы болды, қалтасында бәрі сотқа жүгіреді. Мысалы, мен білемін, соттың қаншама уақыт айта алатын, қаншама ақша алатын. Мысалы, мен қаншама сөз айтып жатса да, неше хейттер бар ғой, біреуінде барып сотқа берген жоқпын. Өйткені мен біріншіден уақытым жоқ, екіншіден ақшам жоқ, олар артық соларын соттасып жүруге. Осы да мен жазған үшін мен публикация, журналистский расследование үшін сотқа беріп жатыр. Соған мен жауап беріп, соған мен дәлелдеп, жаңа экспертизаға, эксперттерге мен уже қаншама хабарласып шақырамын. Көрген кезде сондай мамандар бізде аз екен, мен өзім көзім жетті. Сондай мамандар көп болу керек. Өйткені екінің бәрі соттасып жатса, мен ондай сөз айтқан жоқпын, бұл литературный сөз дейді мысалы да. Шынында да ұқсайды ғой, мысалы, мен қазір бір жерге айтуға болмайды шығар, бірақ кейбір сөздер шынында да оскорбительный сөздер, ондар литературный сөз бар. Жақында бір сөз болды, допустим,
бастарт деген мысалы орысша айтқанда бастарт енді незаконно рожденный қазақша сказать. Ол енді вообще-то бұл литературный сөз. Бүкіл қандай литератураны қарасаң орыс тілінде бастарт жаңағы незаконно вне брака туған бала да. Бұл литературный сөз. Бұнда мысалы неде әдебиетте қолданады. Бірақ маған біреу келіп шықты да, сен мені оскорбить еттің деп. Мысалы, сен оның баласы ол күйеусіз туған болғасын, она посчитала, что это ее оскорбило ее ребенка. На самом деле, сол үшін жаңағы эксперттер айтады, бұл сені оскорбление емес, бұл литературный. Я применила литературное слово. Сіз осы жерде жеңіп шықтыңыз? Жеңіп шыққан жоқпыз, просто жаңағы неге сотқа берген жоқпыз ғой, неде өзара келісіп жылы жаптыңыздар ма? Неде желде айтып жатырмыз. Және де басқа адамдар оқығандар, ол айтып жатыр, шынында да бұл литературный сөз ғой. Және де мен онда ниетім болған жоқ, оны оскорбить ететін. Просто я применила литературное слово, да? Сондықтан бұндай жағдай, бұл адамдар қазір өте немешкі ойлары қызық қой, бәрі бірдей емес қой. Кейбір адекватный бар, неадекватный бар, кейбір жай сөзге ренжіп қалып сотқа жүгіретіндер бар. Сондықтан осының бәрін кім оны сараптайды, қандай сарапшылар бар, сонда жетеді ме, жеткілікті ме? Сол бәрі түгел сұрақ. Осының бәрін заңды қабылдағаннан кейін, соның бәрін ойластыру керек деп ойлаймын. Сіздің практикаңызда кездесті ме осындай мәселелер, бейпіл сөздерге, жаңағыдай былапыт сөздерге қатысты? Кездесті. Бұл азаматтық істер соттары қарайды бұл істерді. Бұл жеке адамның ар-ожданын қорғау үшін сіз өзіңіз сотқа жүгінесіз. Бұл сіздің өзіңіздің құқығыңыз, міндетіңіз. Ал біз ұсақ бұзақылық деп отқанымыз бұл қоғамдық қатынастарды, қалыптасқан қоғамдық қатынастарға қарсы келген қылмыс бұзушылық. Сондықтан оның мемлекет реттейді. Мемлекет атынан ішкі істер министрліктері, полициялар өзінің тергеу амалдарын жасап, сосын сотқа жүгінеді. Бұл мәселе сол тергеу амалдарының тиімділігі, уақытында жасалуы, осы дәлелдері уақытында жиналып сотқа берілу мәселе сонда. Бұл жазаның қатаңдығында емес, бұл осымен біз осы проблеманы шешпейміз. Процестің сапалы болуы. Өзінің процестің сапалы керек. Цифровизация жақсы қолданылу керек. Бейне тәулік бойы жұмыс істейтін бейне камералар, қалалық жергілікті инфраструктурасы жақсы жерлерде осындай. Оның өзі сіз айтып жатқан жаңағындай жасалуы тиіс жағдайлар тіпті біздің елордамыздың өзінде жоқ қой. Мысалы, аймақтардағы адамдар не болады сонда? Ол аймақта бейне камера жоқ, интернет дұрыс ұстамайды, кейбіреулерінде телефон байланыс желісі де жоқ. Сондықтан осы проблеманы шешу үшін көп әрекет жасау керек. Оған қаражат керек. А біз сол оны ең оңай жолмен бара жатырмыз. Несін жауапкершілігін қатандырып, айыппұлын көтеріп, қамау тәулігін ұзартып, сондай репрессивтік жолмен бара жатып, осының проблеманы шешеміз деп ойлаймыз. Бұл дұрыс емес. Жақсы, әлемдік тәжірибеде қалай жалпы бұлар бұндай мәселелерге қатысты мысал келтіре аласыз ба? Қалай шешеді мысалы? Әлемдік тәжірибеде мемлекеттерде мемлекеттің іс-әрекеттері енді қазіргі кезде мына фильмдерде, күнде көрсетіп жатқан сериалдарда, тіпті кейбір клиптерде, осындай бейпіл сөздер боямасыз тірлікті көрсетеміз деген желеумен жалпы диалогтарда естіліп қалып жатады. Оны мына балалар көріп отыр, жарайды, үлкендер қарастыратын болсақ, бұл қаншалықты негізді осындай диалогтардың көрсетілуі телеэкран арқылы? Біріншіден, ол өнер туындысы деп мен санамаймын. Бұрындардан бастап бізде цензура деген болды. Цензура жаңағы политический цензура емес, репрессия емес, именно жаңағы өнер түрінде. Кітап болсын, театр болсын, көркем кеңестер болды. Қазір сол мен де ойлаймын, сондай көркемдік кеңестер бар ма, жоқ па? Болса, сол жерде кім отыр, кім қарап жатыр? Өйткені телевизорды көруді, ашуды қойдық әптен. Өйткені жаңа анда кинолардың өзінде, жастардың арасында кинолардың неше түрлі жаңа боқты сөзді ашық айтып, оған ешкім пи-пи деп даже несін қосатқан да жоқты, жауатқан да жоқты. Сондай мәселе әрине қоғамда бар, жаңа сіз айтып кеткеніңіздей тәрбие болу керек, жаңа көркемдік жаңағы кеңесшісі болсын, басқа белгілі адамдар солар байқап айтып, жаңа әлеуметтік жерден
тек қана мысалы тиктоктан қаншама неше балалар жастар қазір тиктокта отырады ғой, бәрін түгел боғаттай бермейсің ғой, бәрін жауып қала алмайсың, бірақ сондықтан сол жақта шара қолдану керек, и профилактика жөнінде, тәрбие жөнінде мектеп болсын. Сол болмай тұр ғой біздің нете, жаңағы басқа мемлекетте тәріміз, біз барып жүрміз ғой, басқа мемлекетте таң қаласың, адамдар бір-бірінен қалай сыпайы, бір-біріне қалай не көрсетеді, ілтипат көрсетеді. Да, біз ондай әрине бізде жоқ, бізде кішкене агрессивный, бірінші кәсені ұрып тастайтын сияқты қарап тұрады да, осылай. Сол енді жағдайды енді өзгерту қоғам мәселесін, бізде қазір қоғамда сондай влиятельный адамдар бар ма, бұрында ақсақалдар болған сияқты еді, қазір ондай болмай тұр, идеология болмай тұр. Қой дейтін қожа жоқ. Иә, сондай қазір және мен осы мақаланы көп айтам, кейде осыны жай айта салуға болады ғой деген сияқты біреу ешкімге заңға қоймай, ешкімге репрессия жасамай-ақ та. Сондықтан да әй дейтін де жоқ, қой дейтін қожалардың өзі ләлі көткен сияқты тыңдап атсаң, кейде астарға барасың ғой, тыңдайсың адам құсап, енді мұсылман болғаннан кейін. Мына кісі не айтып отыр деп өзің ұяласың да, сасасың сонда да. Сондықтан қожада болу керек, әй дейтін әже де болу керек. Зиялы қауым, зиялы қауым, ол да жаңағы көркемдік бүкіл не көтеретін сол ғой біздің мәдениетімізді солар, сол кісілер. Сонда кішкене болмады, и самое главное сол идеология жағынан кішкене ақсақтап тұр деп ойлаймын. Қалай ойлайсыз енді оны жетілдіру үшін, жалпы дұрыс жолға қою үшін осы мәселені, жалпы енді қоғамның айнасы дейтін болсақ, журналистиканы мысалы, сізбен біз жұмыс істеп отырған салада, әрине телевидениеде, мысалы мен өзім журналистика саласындағы маман ретінде айтатын, біз ондай нәрселердің барлығына жаңағыдай арнайы дыбыс қойып, көрерменге оны көрсетпейміз, естіртпеудің амалын жасаймыз. Енді ол қарапайым этика, журналистік этика. Ал фильмдерде, мысалы, телеарналардан өтіп жатады, веб-сериалдар бар түрлі, әлеуметтік желі арқылы. Веб-сериал көргенде мен шашым шында да тік түрт деп айтуға болады, өйткені мен таң қалдым, соны қалай көрсетіп, әлеуметтік желіге шығарады, телеканалдарға шығады, ешқандай цензура жоқ. Сондай болмау керек, әрине. Мәдениет сол жерден басталады ғой, біз телеканалдан. Байқамай даже телевизор киноны көрмей жатсақ та, кухняда бір нәрсе істеп жатсақ та, біз тыңдап отырмыз фонды, балалар фонды соған үйреніп, бұл нормальный деп ойлайды, білесіз ба? Күнде-күнде істесе, шында да бізде даже фон бұл нормальный десең, адам шында да бір нормальный. Еще күнде-күнде бала құлап жатса, 9-шы этаждан. Күнде-күнде біз көріп жатырмыз, естіп жатырмыз. Етіміз үйреніп кетеді. Біз жаңа фон ретінде телевизордан естіп жатсақ, жаңағындай сөздерді. Әрине құлақ үйренеді, бала бұл нормальный дейді. Және ешкім ей деп жатқан жоқ, қой деп жатқан жоқ. Қазір тиктоктарда, осындай стендаперлерді көрсең, екеуін біреуі бәрі балағат сөздермен. Енді бұны белгілі бір дәрежеде суб мәдениет деп те қарастырады ғой. Бізді кімді кінәлайды, ата-аналарды кінәлады ғой. Сенде тәрбие бермейсің деп. Мен оны таңертең кешке шейін бала мектеп сағат 8-тен 5-ге шейін мектепте. Содан кейін тренировка кешке жақын ұйықтың алдында тамақ беріп көремін бе, көрмеймін бе? Қай уақытта мен тәрбиелеймін, қай уақытта мен сөзіне былай айтуға болмайды деп айтып жүремін. Ол естіп жүрді ғой, мектепте болсын, басқа жерде болсын, әлеуметтік жерде жүр ғой анау бала. Бірсе тренировкада, басқа жерде спорт, басқалардың арасында, қауымның арасында ол жүр ғой енді. Естественно, бұл жаңда фон болып тұрса телевидение. Постоянно сондай сөз естіп норма болып кетті. Мен уже ата-ана ретінде ештеңе істей алмаймын, потому что это өзі жаңа қауым сол тәрбиелеп тұр ғой. Егер дәл осы айтылып жатқан мәселені кешенді сипатқа ие деп қарастыратын болсақ, араласу керек деп ойлайсыз. Ақпарат министрлігі бар, Оқу ағарту министрлігі, әрине. Әрине, оқу ағарту министрлігінің тәрбие жағынан ғой, жаңа ақпарат министрі өте, мен кажется, маңызды, өйткені шынында да бүкіл ақпарат келетін ақпарат құралдарының арасында бізге де, журналистерге де қаншама біз көрсететін де қауымды қаншама біз көрсетіп жатырмыз ғой, жаңағы стендапер, қандай стендапер Россиядан келіп жатыр. Ұялмай келіп бізде сахнадан боқтап жатыр ғой. Ұялмай келіп тыр жалаңаш жүрді ғой, мысалы, ешкім біресе деді ме? Россиядан келіп шетелден тыр жалаңаш жаман еді қонақ билет дейді қазақ. Сол болып тұр жаман қонақ билет дейді. Өйткені біз ешкім оған бізде бұндай болмайды, біздің менталитетімізде ондай жоқ, бізде тыр жалаңаш қыздар сахнаға шықпайды деп шықмайды тұрған жоқ қой, шығарып тұр ғой, көрдіңіз бе? Сондықтан ондай мәселені әрине ақпаратты министрлікті, басқа министрлікті керек болса бүкіл енді правительствоның, бүкіл халықтың, елдің несі ғой, мәселесі ғой, тек қана бір-екі министрдің, бір-екі адамдардың мәселесі емес. Бүкіл өзіміздің қауымымыздың хабарымызды түйіндейтін кез жетті. Заңгерді сөйлетейікші, жалпы мен үшін, жеке өз басым үшін осы өзгерістің нәтижесін көру қызық болып тұр. Қаншалықты біздің бюджетке ақша түседі екен осы айыппұлдан. Қалай шамалайсыз? Ешқандай нәтиже болмайды деп ойлаймын. Шынымен де. Бюджетке кішкене ақша түссе де, бір пайдасы сол болады деп ойласақ жарайды.
ал именно өз проблеманы шешу үшін ешқандай нәтижесі болмайды, өйткені бұл дұрыс әдіс емес. Үйреніп кеткен ауыз айта береді дейсіз ғой? Иә. Бұны басқа жолдармен шешу керек. Бұл әлеуметтік жағдайды көтеру керек. Оған көп әрекеттер керек. Біз оқу ағарту жағынан жан-жақты қамтып қарастыру керек. Ведомствоаралық сондай қатынастарды қарастыру керек. Бұл тек қана осылай бір бапты өзгерістік енгізе салып, біз проблеманы шештік деп айтуға болмайды. Жақсы, қорытынды пікіріңіз, Гүлбану ханым, қоғамдық орындарда деп қана көрсету, бұл аздық етеді дегенді нақтылайсыз ба? Тек қана қоғамдық орындарда сөйлеуге қатысты, әлде бұған әлеуметтік желіні, тағы да басқа да әрине, тек қана қоғамдық жер емес, мысалы, көшеде ешкіммен боқтамаса, үйде менің жолдасым боқтаватса, бұл жақсы ма? Жақсы емес. Яғни сәл біткенде ұрып соққан үшін ешқандай айыппұл жоқ. 15 күн, анаған 30 күн или там ешқандай қаншама айыппұлдан, қаншама еркектер әйелдерін ұрып соғады үйдің ішінде. Бұл қоғамдық жер емес. Керек болса, да біз остановкада көрдік, мысалы, видеолар бар ғой. Сондықтан сол жерде, мысалы, ешкім ондай енді ана жерде, мына жерде деген жоқ. Әрине тәрбие мәселе, жаңағыда өзіміздің қоғамымыздың мәселе бәрін көтеру керек. Шында мысалы, телевидение өте біздің СМИ бақ құралдары өте маңызды бұл жағынан. Өйткені мысалы қарап отырсаң, телевидениеде орыс тілінде фильмдер бар ғой, орысша шығаратын тілдер. Екі сөздің бірі пик деп даже қоспайды, баспайды, бәрі жаман сөздер. И халқына қарасаң, жай туристер бір жерде көрсетіп қалады ғой. Екі сөздің жастар болсын, қыздар болсын, әпедемі сұп-сұлу қыздар ауызын ашқан кезде бәрі екі сөздің бірі мат, заман сөздер, боқ сөздер, иә? Неге олай? И жаңа корейский фильмді қара, кейде мен мамам корейский фильм қарап отырды. Қалай сыпайы? Сол жерде ешқандай олардың бір боқ сөз шықпайды. Сондықтан бұл тәрбие жаңағы жастар содан алады. Яғни телеөнім дайындағанда жақсылап сұрыптау керек, қарау керек. Әрине, цензура бұл жағынан болу керек. Мен өзім цензураға мысалы қарсы болсам да, бұл жағынан әрине тәрбие жағынан мысалы мен ондайды қолдаймын. Өйткені әрине бұл да ешқашанда шықпау керек телеканалда. Бұл тәрбие береді, біз оны естиміз. Жаңа сонда бұл нормальный деп ойламау керек. Жастар не біледі, ол губка сияқты ғой балалар. Все впитывает. Біз не құямыз, соның бәрін сорып алады. Сондықтан бізде өзімізде бәріміз жауапкершілік болуымыз керек. Особенно сол жаңа ақпарат құралдары, және де қауым өзіміздің жаңа зиялы қауымнан белгілі жаңа қожамызда, әжемізде бәрі осы мәселені көтеру керек. Тек қана штрафпен бюджетке ақша жинаймыз демей. Жақсы, Гүлбану ханым, Серік мырза, студиямызға келіп, бүгін аса маңызды мәселені көтергендеріңізге, пікірлеріңізбен бөліскендеріңіз үшін көптен көп алғыс айтамын. Өкінішке қарай сұхбат үшін берілген уақыт аяқталды. Мына жаққа қарай шығып, жайғасыңыздар болады, ал мен хабарды одан әрі қарай жалғастырамын. Ең маңызды деген хабарларды қысқаша айтып өтсем, жалпы үштік одақ құру жөнінде ресми ұсыныс түскен жоқ. Әлихан Смайылов Қазақстан, Өзбекстан және Ресей арасында газ одағын құру мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді. Қазіргі уақытта ресми ұсыныс алған жоқпыз. Алған кезде қарастыра жатармыз, деді үкімет басшысы. Қазақстан Германияға 6 миллион тоннаға дейін мұнай экспорттай алады. Энергетика министрінің есебінше осы айда ол жаққа 20 мың тонна мұнай жеткізілмек. Болат Ақшолақов Қазақстанның Ресей арқылы мұнай тасымалдауында қиындық болмағанын еске салды. Банкроттыққа өтініш беру 3 наурыздан басталады, ал алаяқтар әлден қызметіне кірісіп кетіпті. Соңғы уақытта әлеуметтік желілерде банкроттық бойынша ақылы қызмет көрсету туралы жарияланымдар жиілеп кетті. Мемлекеттік кірістер комитеті борышы 5,5 миллион теңгеден аспайтын қарыздар бойынша жүргізілетін рәсім тегін екенін хабарлайды. Сондықтан құрметті көрермен, алаяқтарға жем болмаңыздар дегім келеді. Ендігі кезек әлем жаңалықтарында әріптесім Рустам Байдәулет студияға келіп жетті. Қайырлы күн. Армысың, Әлия? Жаһанда қандай жаңалықтар бар, негізгілеріне тоқтала кетсеңіз? Әлемде негізі жаңалық көп, соның ең маңыздысы Германияның сыртқы істер министрі Украинаға барып, қираған қалаларды өз көзімен көріп, тағы да көмек беретінін хабарлады. Сондай-ақ әскери қару-жарақ беретінін хабарлады. Ал Францияда зейнет жасын 2 жасқа ұлғайтатын болып жатыр. Сол жақта наразылық шерулері болайын деп тұр. Қазір осы және өзге ақпараттар алдағы топтамада. Жақсы, енді қару-жарақтың молынан берілетініне қарағанда соғыс әлі әзір аяқталмайтын сияқты. Иә, сондай сияқты болып тұр қазір. Жақсы, онда назарымыз өзіңізде. Рахмет.
Нью-Йорк соты ақш-тың экс-президенті Дональд Трампқа тиесілі Trump Organization компаниясының бұрынғы қаржы директорын 5 айға бас бостандығынан айырды. CNN арнасының хабарлауынша 75 жастағы Ален Вайселберг қаржылық махинациялар бойынша тағылған 15 айыптың бәрін мойындаған. Оның ішінде салық төлемінен жалтару, алаяқтық және мүлік жымқыру, сондай-ақ құжаттарды қолдан жасаусында айыптар бар. Нью-Йорк түрмесінде жазасын өтеп қана қоймай, Вайселберг үкіметке $2 миллион көлемінде айыппұл мен өтемақыларын қайтаруы тиіс. Trump Organization компаниясының өзі жұмысын жалғастыра береді. Заң бойынша бизнес нысанға айып тағылмайды. Әзір болса, ол $161 миллион көлемінде айыппұл төлеуі мүмкін. Дональд Трамптың өзі де сол компанияның бас директоры немесе қандай да басқарушы лауазымда отырмаса, жазаға тартылмайды. Германияның сыртқы істер министрі Аннелена Бербак күтпеген жерден Украинаға аттанып, соғыс жағдайындағы Харьков қаласын аралап қайтты. Оны украиналық әріптесі Дмитрий Кулеба күтіп алып, қаланың қирандыларын көрсетті. Осылайша неміс билігі Украинаға қолдауын білдіріп, қаржылық және әскери көмегін аямайтынын жеткізді. Атап айтқанда олар 40 дана Мардер әскери машинасы мен 50 америкалық Брэдли танкін жіберуге уәде берді. Одан бөлек Аннелена Бербак өзімен бірге 20 миллион евро көмек пакетін алып келгенін мәлімдеді. Бірге соңғы 11 ай бойы Украинаға қолдау көрсетіп келеміз. Ал бүгін мен Ресей агрессиясынан зардап шеккен, қираған, күйген, бірақ ерлік танытып, өз бостандығын сақтап қалған Харьков қаласын көрдім. Және оның әскери көмекке мұқтаж екендігіне көзім жетті. Сондықтан мен өзімен бірге тағы бір көмек пакетін алып келдім. Ол миналардан тазарту үшін 20 миллион евро және 10 мың жер үсті станциясын Starlink жобасы арқылы интернетпен қамту үшін қосымша қаржы. Бүкіләлемдік банк Ресейдің ұзаққа созылған арнайы операциясы салдарынан жаһандық экономиканың дамуы бәсеңдейді деп болжап отыр. Мұнымен қоса орталық банктер мөлшерлеменің өсуі де ықпал етеді дейді. Баяндамаға сәйкес биыл әлем экономикасы 1,7%-ке өссе, одан кейінгі жылы 2,7%-ға ілгерілеуі тиіс. Ал бұған дейін жасалған болжамда жаһандық жалпы ішкі өнім 3%-ға өседі деп жазылған. Оның өзгеруіне біраз мемлекеттегі экономикалық саясаттың қатаңдауы мен Ресей-Украина қақтығысына байланысты енгізіліп жатқан шектеулер себеп. Франция зейнетке шығу жасын 2 жылға көтеретін болды. Елдің премьер-министрі Элизабет Борн зейнетақы реформасының толық жобасын таныстырып, зейнет жасы 62-64-ке дейін көтерілетін мәлімдеді. Француз басылымдарының хабарлауынша бұл жаңалық таралған бетте кәсіподақтар мен қарапайым халықтың арасында наразылық күшейген. Ал ел президенті Эммануэль Макрон кәсіподақтар, әлеуметтік бірлестіктер мен партиялар бұл мәселені билікпен ақылдаса алады деп мәлімдеді. Avec un âge légal de départ à la retraite qui atteindra 64 ans. Бұл шешім наразылықтар тудыратынын білеміз, алайда реформа бір сәтте жүзеге аспайды. 2030 жылға дейін бірте-бірте қосылады. Осылайша еңбек етуші азамат телеком операторлар мен контент провайдерлер арасында сауалнама жүргізіп, олардың инвестициялық және инфрақұрылымды дамыту жоспарларын анықтайды. Бұл туралы өз дерек көздеріне сүйеніп, Reuters агенттігі хабарлайды. Ондағы мақсат дайындалып жатқан жаңа заң жобасына деректер жинау. Атап айтқанда, ол заңнама контент провайдерлерді деректерді жіберу желілерін қолдануға кеткен шығындарын төлетуді көздейді. Осылайша реттеушілер технологиялық және телекоммуникациялық компаниялар арасындағы ең ірі ойыншыларды анықтамақ. Соңғылары болса, Еуроодақ интернет трафикке де салық салады деп болжап отыр. Қымбатты көрермен, әлия шетелден келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Рахмет, Рустам. Құрметті көрермен, ендігі кезекті IT жаңалықтарына берсек, әріптесім Ернар Тайжан дайындаған топтамаға назар аударыңыздар. Криптонарықтың тұрақсыздығы тұсында Coinbase компаниясы қаржылық мәселелерді реттеу мақсатында шамамен 4700 қызметкерді бұл компанияның 5-тен 1 бөлігін қысқартуға ниетті. Сейсенбі күні таңертең жарияланған блог жазбасына сәйкес биржа 950 жұмысшымен қоштасуды көздейді. Еске пайызбен еңбек қатынастары тоқтады. Жыл басынан бері крипто компаниялардың акциялары технологиялық компаниялармен бірге құлдырауда. Оған себеп инвесторлардың экономикалық дағдарыс тұсында тәуекелді активтерден бас тартуы. Өткен жылы биткоин құны 58%-ға төмендеді, ал Coinbase
акциялары 83%-ға арзандады. Салдарынан Genesis, Gemini және Kraken криптовалюта компаниялары да жұмыс күшін қысқартуға мәжбүр болды. Хорватиялық Rimac автомобиль компаниясы әзірлеген Nivera электрлік гиперкары өткен жылдың қазан айының соңында сағатына 412 км жылдамдықпен қозғалу қабілетін 300-де көрсете алды. Бұл машинаны 4 жыл бұрын модельдің тұсаукесер кезінде айтылған мақсатына жақындатты. Бұл электромобиль 150 данадан аспайтын тиражбен шығарылғанмен ресми түрде өндірістегі ең жылдам деп санауға негіз бар. Естеріңізге сала кетейін, Rimac өзінің әзірленген электр қозғалтқыштарын пайдаланады. Көлік қуаты 1914 аттың күшіне тең. Машинаны 4 электр қозғалтқыш басын. Мұндай көліктің бір данасы $2,5 миллион тұрады. Қытай VR саланың дамуына ден қойды. Аспан асты елінің өндіріс және ақпараттық технологиялар министрлігінің хабарлауынша, 2021 жылы аталмыш IT саланы дамытуға бөлінген қаржы 2 есе артқан. COVID-19 пандемиясының өршуіне қарамастан, мемлекет VR-ды дамытуға шамамен 800. Елдегі сатылатын VR құрылғылар саны 26 миллион данаға жетеді деген болжам бар. Онымен қоса Қытайда 100-ге жуық VR нарығының компанияларын құру жоспары. VR мен AR технологиялары өткен жылдан бастап ерекше өсімге ие. Әсіресе метағаламдардың пайда болуы бұл нарыққа жаңа серпін берді. Соңғысы алдағы 10 жылдықта интернетке балама болуы мүмкін дейді сарапшылар. Құрметті көрермен, хабарымызды тамамдайтын уақыты жетті. Телеграм арнасында жарияланған сауалнаманың қорытындысы туралы хабарлауға рұқсат етіңіздер. Жалпы мыңдаған оқырмандарымыз белсенді атсалысып пікір білдірген, және олардың 45% аңдап сөйлеп артық кетпейтін боламыз деген жауап нұсқасын тағайын. Жалпы оқырмандарымыздың 35%-ын құрайды. Ал енді пікір білдірген оқырмандарымыздың да біразына тоқтала кетейік, не айтқанына. Медет Пірәли есімді көрерменіміз халықты қанай беріңдер, өз күнін әрең көріп жүргенде деп пікір білдіріпті. Тағы бірі алаяқтар көбейет. Көрерменіміз ашынып, жоқшылықтан балағат айтады, бар болып көңілі тоқ болса, несіне боқтай кетейін. Жақсы делік, егерде балағат сөздерге қарсы айыппұл салынатын болса, тізімі қайда бейәдеп сөздің? Қандай сөз айтуға болады? Болмайды, бейәдеп сөз айтпай қарғаймыз ба онда? Сонда не болады дейді. Шында да маған сияқты, сондықтан жауапты мамандар назар аударады деп ойлаймын. Жалпы қиямет күні кісінің таразыға ауыр басатын нәрсесі ол көркем әдебі. Сондықтан сөзсіз жаратушының былапыт сөйлейтіндерге ашуы келеді деп жазылған екен хадистер жинағының бірінде. Сондықтан аңдап сөйлеп, айыппұл арқаламайық деп хабарды түйіндегім келеді. Мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман, есен жүздесейік.
Ғалымдар қарбалас қызмет пен күйбең тіршіліктен соң кешкілік серуендеу адам ағзасының жақсаруы мен жасаруына мол септігін тигізеді деп сендіреді. Осы орайда біз елорда тұрғындары мен қонақтарына қаладағы саябақтардың үздік ондығын ұсынуды жөн деп білдік. Қаламыз біртіндеп жасыл аймаққа айналып барады. Бүгінде Астанада тоғайы сыбдыр қаққан бақтардың саны көбейген. Кемел Ататүрік атындағы саябақ серуендеуге өте ыңғайлы. Биік ағаштары күннің ыстығында жанға сая болса, ауаны тазартуға да үлкен үлес қосуда. Есіл өзенінің жағасында мұнда Алық Бауыржан Момышұлының ойын алаңы және веложолақ бар. Ал бақтың ортасында әдемі субұрқақ көрік беріп тұр. Кешқұрым түрлі шамдар парктың сәнін келтіреді. Жақын жерде оқушылар сарайы мен триатлон парк орналасқан. Студенттерге арналған саябақ. Мұнда көше спортына арналған 2 деңгейлі би жарыстарын өткізу жоспарлануда. Ал қыста мұз айдыны халықтың игілігіне жұмылдырылған қорғаушылар саябағы орналасқан. Ғашықтар саябағы елорданың сол жағалауында орналасқан. 2005 жылы ашылған парк қаладағы ең романтикалық орындардың бірі. Елорда күніне сәйкес келетін көптеген неке қию рәсімдері осы Ғашықтар саябағында өтеді. Сұлулық пен махаббат иісі мүңкіген саябақта көрінісі көз татарлық дүниелер жетерлік. Қарама-қарсы бетте Хан Шатыр болса, дәл жанында көрікті ғимарат Қазмұнайгаздың кеңсесі орналасқан. Мұнда субұрқақ пен балаларға арналған ойын алаңдары бар. Аумағы 14 гектар. Жетісу саябағы бұған дейін Арай деп аталған. Астананың 20 жылдық мерейтойына Жетісу жұрты дайындаған сый. Нұрсұлтанның Есіл ауданында орналасқан. 2018 жылы толықтай қайта жасалған саябақ Арайлар тербелетін орталыққа айналған. Келушілерге барлық жағдай жасалған. Кішкентайларға түрлі аттракциондар мен ойын алаңдары бар. Сонымен қатар субұрқақ пен ұзындығы 1,5 километр болатын веложол, жүгіру жолдары және спорт алаңдары астаналықтар мен қала қонақтарының құзырында. Аумағы 15 гектар. Елордадағы ең әдемі саябақтардың бірі ол Жерұйық, қаланың оң жағалауында орналасқан. 21 гектар аумақты алып жатқан жасыл желекте ағаштың 11 түрі отырғызылған. Бүгінде олардың саны 10 мыңнан асады. Мұнда спортпен шұғылданатын алаңдар, веложолақтар тәулік бойы келушілерге қызмет көрсетеді. Бақтың ресми ашылуы 2008 жылы өтті, ал құрылысы 1998 жылы басталған. Себебі жас ағаштардың бой көтеруіне осынша уақыт кетті. Осы жерде балаларға арналған аттракциондар, түрлі мүсіндер және дәмханалар бар. Аумағы 21 гектар. Триатлон парк Астана. Кәсіби және әуесқой спортшылар үшін таза ауадағы таптырмас орын. Мұнда спортпен айналысуға барлық жағдай жасалған. Жүгіру жолдары мен веложолдар, футбол және баскетбол жағасында жүріп, қаланың көрікті ғимаратына көз салып серуендеуге де мүмкіндік бар. Бұл саябақ 2016 жылы елорданың 18 жылдық мерейтойына сый ретінде ашылған. Аумағы 45 гектар. Бейбітшілік және келісім сарайының аумағында орналасқан президент саябағы 2007 жылы ашылды. Бүгінде аталған парк елордадағы ең үлкен саябақтардың бірі. Қалаға келген қонақтардың көз жанарына ілігетін, сәні мен салтанаты жарасым тапқан парк жанға сая болар таптырмас мекенге айналған. Саябақ жайлы орта, жанға тыныс сыйлайтын, өткен күнді ой елегінен өткізуге мүмкіндік беретін алаң. Веложолақтар мен жаяу жүргіншілерге арналған жолдар, спортпен шұғылдану орындары жасалған. Саябақ Есіл өзенінің жағасында орналасқан. Аумағы 83 гектар. Ботаникалық саябақ Астанадағы бірегей туристік нысан. Спорттық және балалар алаңдары, веложолдар және жүгіруге арналған жолдар, әрі фонтандары бар, жасанды су тоғаны орналасқан. Ашық жерде ағаштардың, бұталардың және гүлдердің алуан түрлі өсетін эксперименттік алаңдары бар. Ботаникалық бақта тропикалық және субтропикалық өсімдіктер өсірілетін 2 жылыжай кешені мен суккулентті өсімдіктерге арналған кешен ашылған. Әрбір жылыжайдың аумағы 700 шаршы метр. Жалпы 2000-нан астам өсімдік түрлері өсіп өнеді. Елорданың ботаникалық бағы Алматыдағы басты ботаникалық бақтың филиалы. Ғимараты пирамида пішіндес ботаникалық бақтың және оның саябағының жалпы ауданы 92 гектарды алып жатыр. Ал бақтағы ағаштардың жалпы саны 100 мыңға жуық. Нұрсұлтан қаласының орталық саябағы. Бұған дейін аталған парк Астана деп аталған. Мәдениет және демалыс орталығы қаланың қақ ортасында орналасқан. Аумағы 104 гектар. Мұнда отбасымен демалуға барлық жағдай жасалған. Атап айтқанда түрлі аттракциондар мен бірнеше дәмхана бар. Ал саябақтағы көлшікті мекендейтін аққулар парктың мақтанышына айналып, қала қонақтары мен тұрғындарын қуантуда. Ал спортты серік еткендерге арнайы жаттығу алаңдары жасалған. Сонымен қатар веложолақтар да бар. Қыста бұл жерде шаңғы теуіп, мұз айдынында коньки тебуге де болады.
Ипотека баспана алудың жалғыз жолы екенін баршамыз жақсы білеміз. Өте қуаныштымын. Бұрыннан бері осы елордадан пәтер алуға армандағанмын. Қай қаржы институты ең әділ шарттар ұсыналады. Тек банк үшін ғана емес, борышкер үшін де тиімді болатын қандай бағдарламалар бар. Отбасы банк портфелінің 4-тен 1 жастар. Олар тұрғын үй мәселесін шешу үшін ақша жинайды. Сәйкесінше бұл еліміз үшін ауқымды міндет. Бүгінгі күні барлық қызметтердің 60% цифрландырылды. Бұл жұмыс тоқтамайды. Ал депозитте ақша жинап, ұзақ уақыт күткісі келмейтіндерге аралық заем өте ыңғайлы. Біз бір орында тұрмаймыз. QR арқылы құжаттарға қол қою қызметін енгізу бойынша жұмысты жалғастырамыз. Барлық депозиттердің 50% қашықтан ашылады. Бұл дегеніміз жаңа салымшылар бейне банкинг және мобильді қосымша арқылы депозит аша алады. Болашақ алыста емес, біз болашақта өмір сүріп жатырмыз деп сенімді түрде айта аламыз. Время 3 часа ночи. Вот у нас замечательная зима. Вот у нас все в доме стоит вода. Вот, пожалуйста. В Костанае затопило жилые дома из-за прорыва водопровода. Без холодной воды осталось больше 200 абонентов. При этом говорят, что эвакуация не требуется. Это дневной формат. Я, Мариам Лукпанова, и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу.
Конституционный суд Казахстана признал утратившим силу закон о первом президенте Республики Казахстан Елбасы. Утрата закона не лишает Нурсултана Назарбаева неприкосновенности, поскольку она гарантирована ему Конституцией. Но в случае утраты закона неприкосновенности лишат членов его семьи, проживающих вместе с ним. Тем временем казахстанские дипломаты не участвовали в акции по организации юрты несокрушимости в Буче. Это инициатива частных лиц, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвана на территории Украины. А казахстанцам запретят страховать иностранные машины с 12 января, сообщил сайт Колеса.kz. Оформлять полисы на подобные авто смогут только граждане других государств. Транспортным средством, которое находится в международном движении, считается автомобиль, если его эксплуатирует иностранец или человек без гражданства и без ВНЖ в Казахстане. Машины с транзитными госномерами продолжат по-прежнему страховать на 10 дней. Ну а теперь к главной теме выпуска. Я обозначила ее так. Шах или мат? Как будут определять нецензурную брань от цензурной? Сегодня постараемся внятно ответить на вопрос, которым уже несколько дней задаются казахстанцы в свете новости о повышении штрафа за мат в общественных местах. Шутка ли? Санкции за крепкие выражения вырастут в 4 раза. Люди живо заинтересовались новым порядком наказания и механизмом его реализации. Вот что пишут в интернете. Я буквально цитирую. «И что теперь в армии? Как будут общаться?» пишет РК. Владимир Усольцев. А на стройке? Вы о строителях подумали? Ну, далее знак очень интересный. Здесь, насколько я поняла, Вячеслав. И как теперь на нынешние цены в магазинах реагировать? Тут без этих успокаивающих слов не столь красочно получится. Далее ник, к сожалению, мною не читается. Зайду в Казахтелеком разбираться, почему у меня слабый интернет. Посадят на 30 суток. Горец. Ну все, теперь наша речь будет чиста, свежа, опрятна и пахнуть будет альпийскими лугами. Надеется Горец. Ну и завершает все Бояджаз, Алга, Штрафстан. То есть настроение мы понимаем. Ну а теперь, собственно, к цифрам. Давайте посмотрим, во сколько может грозить крепкое словцо. Итак, изменения в административный кодекс Республики Казахстан вступают в силу 3 марта. Ну, по крайней мере, президент поставил подпись, подписал его 3 января. Итак, до 3 марта за мат в общественных местах платим 5 МРП, это чуть больше 17 тысяч тенге, ну или арест на 15 суток. В новой редакции 20 МРП, это около 70 тысяч тенге, 30 суток ареста. Кроме того, под хулиганством и административным правонарушением подразумевается оскорбление и приставание к физлицам, осквернение зданий жилых помещений, нарушение общественного порядка и спокойствия. Вот мне теперь интересно, а если молодой человек подойдет, положим, к девушке на улице и скажет ей: «Фигураңыз ат екен», будет ли это считаться приставанием или оскорблением? Не заставит ли красавица платить общительного парня почти 70 тысяч тенге, порицая за то, что назвал или сравнил с лошадью? Сумма-то приличная, и загреметь можно на 30 суток. Но кого-то это не сдерживает. Причем даже этика госслужащих и звание почетного человека. Давайте вспомним, кто из чиновников успел выругаться матом и остаться безнаказанным. Материал Алии Жамитовой. Весной этого года отличился аким района Байтерек Западно-Казахстанской области Марат Токжанов. В течение 1,5 часов на совещании чиновник нецензурно отчитывал подчиненных. Это было в марте, когда над районом нависла угроза подтопления. Речь шла о том, что сотрудники аппарата ходят в туфлях вместо резиновых сапог, не могут найти солярку для техники и вовремя не сдают документацию. Налоговый, сон бар, қанша білме, қанша еркектер бар, қанша босорғыздар бар осы отырған. Всех на өздерің бастап, аяқтарыңа резинкейті киіп, қолдырған күрек алып жүріңдер. Анандар шауып жүрміз. Есіңдер документ тапсырмайсыңдар уақытында. Почему нахуй?
Но поскольку сроки наложения дисциплинарного взыскания истекли, дело в отношении Токжанова прекращено. Известного в Актюбинской области человека, депутата областного маслихата 6-го созыва, орденоносца и благотворителя Бахиджана Ержанова, снова язык довел до суда. На этот раз он оскорбил инвалида из Храмтау. Сыр-бор начался из-за баранов, которых украли работники Ержанова. Владелец крестьянского хозяйства, в свою очередь, потребовал вернуть ему животных обратно и позвонил Ержанову по видеозвонку. Но тот быстро перешел к непарламентским выражениям. Последний не стерпел и написал жалобу в суд номер 2 города Актюбя. К своему заявлению он приложил результаты филологической экспертизы. Она, к слову, весьма любопытна. Лексема на букву «К» образована из двух слов. Первая часть слова переводится как «половой орган», вторая – как «голова». Употребление данной лексемы по отношению к личности носит оскорбительный характер, так как заключает в себе обобщенную негативную оценку лица. А слово на букву «Б» является междометием, выражающим широкий спектр эмоций. В данном контексте лексема по отношению к личности не имеет оскорбительного характера. Указанное слово используется как восклицание, передающее эмоции, поэтому слово на букву «Б» никак не могло оскорбить заявителя. Цитируется по материалам дела. Из городского суда номер 2 это дело отправили в Храмтауский районный суд в электронном виде по почте. В итоге туда оно так и не попало. Бахиджан Ержанов также остался безнаказанным. Алия Жамитова, Азельхан Вахитов, Атамикен Бизнес. Кстати, тут возникает еще один вопрос. Усилит ли повышение штрафа ответственность в отношении властимущих, пренебрегающих этикой госслужащих или превышающих должностные полномочия, прибегая к нецензурной брани? Этот аспект тоже затронем. А еще хочу спросить у экспертов, как быть с матом, который, простите, стал частью поп-культуры? Ну, прежде вопрос вам, уважаемые телезрители. Как вы относитесь к повышению штрафа за нецензурную брань в общественных местах? Для того, чтобы ответить, вам необходимо навести телефон на экран и просканировать QR-код. Сейчас он появится в этом углу. Тем временем у нас уже 720 голосов, 10 комментариев и 51% относятся к этому положительно. Твоя свобода заканчивается там, где начинаются чужие права, считают они. 20 негативно. Оштрафовать могут и за междометие, выражающее положительные эмоции. 27 неоднозначно, непонятно, что мат, а что нет. И 2%, как я уже говорила, 10 комментариев отмечаются, оставили свое мнение в сообщениях. Что ж, самое время задавать вопросы экспертам. Готова их представить. У нас в студии Гульбану Абенова, журналист. Здравствуйте, Гульбану. Здравствуйте. Юрист Серик Беркамалов, председатель филиала города Астана, Казахстанский союз юристов. На связи по скайпу у нас Куляш Алибекова, доктор PhD, старший преподаватель КАЗНО имени Аль-Фараби, филолог. А на связи по телефону у нас Сергей Пономарев, журналист, депутат маслихата Алматы. Еще раз вас приветствую, уважаемые гости. Куляш Ханым, как вы нас слышите? Да, здравствуйте. Сергей, гости. Вы на связи? Здравствуйте. Здравствуйте. Замечательно. Проверили готовность. Надеемся, что со звуком и с интернетом все будет хорошо. Что ж, шутки шутками, а ведь кому-то придется, так скажем, отсидеть 30 суток, если вдруг он выразится тем словом, которое неприемлемо, согласно новой редакции административного кодекса. Поэтому многие интересуются, как формировался перечень слов, которые будут под санкциями. То есть, как в будущем, например, опалят. Или же это оскорбление? Ну, это не новое правонарушение, нецензурную брань. А что такое нецензурная брань?